Құрметті менің тыңдармандарым, бүгін сіздермен үш қана ингредиенттен тұратын барлық ағзаға жаңағы көмегі тиетін, барлық аурулардан сақтайтын, аурулардың алдын алатын және емдеуге көмек беретін керемет сіздермен не жасаймыз, тағам жасаймыз. Ол мына тұрған үш ингредиенттен тұрады. Біріншісі мынау имбир, өздеріңізге белгілі. Мінекей, одан кейін лимон. Үшіншісі өздеріңізге белгілі таза жаңағы мед, бал. Міне осы үшеуінен қалай жаңағы дәрі дейміз ғой енді, дәрумен десек те болады. Сол дәруменді қалай дайындаймыз, соны мен көрсетемін. Бұл жаңағы дәруменді күнделікті дастарханнан қысы жазы үзбей пайдалана беруге болады. Оны шайға да салып ішуге болады, және жылы суға араластырып та ішуге болады. Қалай қолданам десеңіздер де өз еркіңіз. Не болмаса қасықпен жұтып, одан кейін жаңағы сумен, не болмаса шаймен ары қарай жылжытуға болады. Қазір енді ең алдымен біз имбирді тазалаудан бастаймыз. Имбирді қабығынан тазартамыз. Тазартпауға да болады. Әдемілеп жуып, қатты несі болмайтын болса, оны қабығымен де жаңағындай қолдана беруге болады. Одан кейін лимонды да жаңағы сыртын салқын сумен шайып, ішіндегі сүйектерінен арылтып аламыз да, жартылай тіліп, сосын жаңағы сүйектерінен ажырағасын қабығымен бірге турай береміз. Өйткені лимонның да, имбирдің де қабықтары да жаңағы ішіндегі қоймалжыңынан, ішіндегі жұмсағынан басқа да пайдалы дәрумендер өте көп. Мен ол туралы ұзақ созып айтпайын, тек қана сіздерге жаңағы осы дәруменді қалай дайындауға болатындығы жөнінде сіздермен бөлісемін. Ал енді имбирді тазалауға көшейік. Оны тазалау үшін ешқандай да қиындығы жоқ. Бұлай қарап отырсақ, мына имбир ешқандай да несі жоқ. Тек қана мынадай кебіңкіреген жерлерін бұлай алып тастауға болады. Мына бір жеріндегі дәнін егуге алып қояйын. Томпиып тұрған дәндерін егуге да жаңағы алуға болады. Мен бұны егуге бұлай қарай алып қояйын. Бүршіктерін егуге қолдануға болады. Ол басқа тақырып, сондықтан оған мен тоқталмаймын қазір. Қабықтарын алып, жаңа жуып, кептіріп қойған болатынмын. Енді мен оны жаңағы тазартып аламын. Мынадай көзге көрініп тұрған нелерінен. Мінекей имбирдің өзі таза, таңдап алғанмын дүкеннен. Мінекей мынадай. Енді қарап тұрсаңыздар, өте ешқандай да не қылған, бүлінген жерлері жоқ. Барлығы таптаса, жуылып, кептіріліп тұрған имбир. Мені осылайша дайындап аламыз. Одан кейін біз бұны жаңағыдай блендерге салып, барлығын араластырамыз ғой. Сол кезде блендерге оңай болу үшін кішкене 1 сантиметрдей етіп жаңағы бұны жұқалап тураймыз. Қалыңдығы 1 сантиметр ма, 5 миллиметр ма, сондай қылып тураймыз. Лимонды да қазір ішіндегі несінен, сүйегінен тазартамыз. Енді лимонды жаңағыда ешқандай, бұл да жуылып, сырты кептіріліп тұр. Бұл лимон жаңағы, мінекей ортасын ашып қарайтын болсақ,
бұл лимонның ішінде өздеріңізге белгілі сүйектері болады. Лимонның оны қалай қылып былай турасақ та болады, көлденеңнен әртүрлі не қылып. Тек қана бізге бастысы ішіндегі сүйектерін жібермеу керек. Мінекей былай сүйектерін алып тастаймыз. Мына жерде енді мына бір жерде осы белгілі болады. Мына тағы да сүйегі бар екен. Иә, мына жерде де бір сүйегі бар екен. Жақсы. Соғы керемет екен. Соғы шығып тұр. Мына жерден бір турайық. Өйткені мына жерде де сүйегі көрініп тұр. Мінекей сүйегі. Лимонды тураған кезде ауыздан су шығып кетеді. Мына ішінде сүйектері жоқ екен. Мінекей бұны тазарттық. Бұл бір үлкен лимонға татиды. Қазір лимонның хош иісі керемет. Мінекей мына жерде уже сүйектері дайын тұр шығып. Так, бақта бар ма екен? Жоққа ұқсайды. Жарыққа қарай қаратса, бұның ішіндегі сүйектің орны көрінеді. Мына өзіміздің Қытай лимоны емес, кәдімгі Өзбекстан, Ташкентте өскен лимондарға ұқсайды. Қырғызстанда. Мінекей, мынада да уже жоқ. Көрдіңіздер ме? Лимонды да, имбирді де тазарттық. Ендігі кезекте біздің жасайтынымыз имбирді қазір турап аламыз. Қазір біз мынау ыдысқа, блендердің ыдысына біз салға береміз. Лимонды салып қоя берейік. Бірінші имбирді салу керек негізінде. Имбир өйткені түбінде қалу керек та, бірінші лимонды арттыру керек. Өйткені лимон сок береді ғой. Соғы астында болу керек. Қазір біз имбирді де жаңағыдай өзімізге лайық кесеміз. Имбирді сондай биылғы свежий балғын имбир екен. Өйткені ішіндегі түсінен көруге болады. Мінекей түстері қандай әдемі. Имбирді жалпы былай құрғақтай да жей беруге болады негізі. Осылай турап, жіңішке қылып турап, шайнап жіберуге де болады. Үйренген адамдарға, кейбір адамдар имбирді шайнай алмайды. Сондықтан оны мынандай турап барып, осындай балға, лимон да өте қышқыл, имбир да одан кем қалыспайды. Міне олардың дәрумендердің ағзаны тазартатын барлық қан тамырларын, оның ішінде мынау адамның қан айналу жүйесі башайынан анау миына дейін, төбесіне дейін барлығы бір-бірімен байланысты ғой, жаңағы бөлек-бөлек жатқан қан тамыр жоқ. Бұның барлығы бір-бірімен байланысты, бір-бірімен. Тіпті анау шекарының ішіндегі майда-майда тамырлар бар ғой. Шектің ішінің өзін жай ғана анықтап бақылап қарасаңдар, шекте де майда-майда жаңағы жұқа шектің де майда-майда тамырлары бар. Сол тамырлар арқылы ішкен жеген тамақтарымыз шек қарында жаңағы соның бойындағы нелер арқылы, тамырлар арқылы не болады? Ағзаға тарайды. Мінекей имбирді турадық. Тағы да біраз турайық. Қалғанын құрғақ неге алып қалайын мен. Өте керемет. Түсі де әдемі екен. Жаңағы телефон бұның түсін дұрыстап беріп тұрмауы да мүмкін. Турап жібере салайын. Жарайды. Барлығын турап жібердім имбирдің да. Енді жаңа айттым, сол қан тамырлары арқылы барлық ағзаға бұны жеп отырғанда жаңағы майда-майда капилляр, мидың ішінде де майда-майда нейрондар бар, капиллярлар. Солардың барлығын
осы имбирь мен лимон керемет тазартып шығады. Анау үлкен жүректің қасында клапан деген болады ғой, қалың тамыр, тромбылар. Сол тромбылардан бастап мейда жіп жіңішке жіптің несіндей, жаңа иненің көзіндей десек те болады. Сондай жаңағы тамырларды да, мына денеміздегі нәзік тамырларды барлығын тазартып шығады. Тіпті мына бүйректегі нені, тасты, тағы не, бауырдағы тастарды езіп жіберуге, бүйтіп күл қылып майдалап жіберуге имбирь мен лимонның құдіреті жетеді. Міне сонда бұны осы екі жаңағы нені, тағамды, енді жемісті дейік, осы екі жемісті жаңағы ең керемет жемістердің, бүкіл ағзаға пайдасы бар керемет жемістердің қатарынан жаңағы қосуға болады, адамға пайдалы. Міне бұларды күнделікті жаңағы шамадан тыста көп жей алмайды ғой адам. Шай ішкенде, жылы су ішкен кезде осыны қосып жаңағы пайдалануға болады. Ал енді немізді, имбирімізді, бірінші имбирьді салып алайық, өйткені ол түпкі жағына кеткені дұрыс. Түпкі жағына кетсін. Мінекей, имбирьді саламыз. Сыйыңқырамайын деп тұр, дегенмен сыйғызуға тырысайық. Так, мінекей. Ал, міне салдық. Имбирьді толығымен ыдысқа салдық. Енді лимондарды салайық. Лимонды бастыруға тура келеді. Мінекей. Қазір басуымызға тура келеді. Былай. Былай қойайық. Ал, енді қақпағын жабайық. Суратайық. Қақпағын жауып жіберейік. Айтпақшы, сіздерге айтуды ұмытып бара жатырмын. 50 граммдай ғана су құямыз. 50 грамм дегеніміз, міне, қазір көрсетем суды. 50 грамм дегеніміз, міне, ненің түбінде кішкене ғана су, міне, түп жағына ғана 50 граммдай су қойдық. Ол біздің имбиріміздің, лимонымыздың жақсы тартылуына септігін тигізеді. Қазір міне аузын жаптық. Ыдыстың енді блендерге қойып шайқаймыз. Мінекей осылай неғыламыз. Майдалғай. 2-3 минуттай тоқтатып арасында блендерді сынып кетпеуім керек. Сондықтан жаңағы тоқтатып мен имбирь мен лимонды жаңағы біркелкі массаға айналдырып тарттым. Қазір ашып көрейік аузын. Қандай болған екен. Иісі деген бұрқырап тұр. Керемет иісі бұрқырап тұр. Мінекей. Мынандай қоймалжың, біркелкі қоймалжың массаға айналды. Енді блендерді былай қарай қоя тұрамыз. Мынау мёдты ашып, мёдты қалауымызша ішіне құямыз. Қазір мёдты аштым мен. Жаңағы таза бал дейді, натуральный мёд дейді ғой. Табиғи бал. Мінекей, салып атырмын. Сиғанша салып, қазір тағы да блендермен 2 қасықты толтыра асыра салдым. Мёдты да тым қатты көп салуға болмайды. Өйткені жаңағы мёдтың кейбір адамдарға жаңағы
аллергия беруі мүмкін, иә. Балалар жеген кезде тым тәтті болмағаны дұрыс, қышқылдау болғаны дұрыс. Сондықтан біз мінекей медті қалауымызша салдық. Біздің қалауымыз осыншалықты болды. Енді біз бұны тағы да бір рет блендермен араластырып жібергіміз келіп отыр. Араласпады ма? Так, қазір тағы бір рет. Ал қалған араласпағанын енді өзіміз қасықпен де араластырып жіберуімізге болады. Мінекей, мынадай сыртынан қараған кезде аузы мұрны болып тұр. Сондықтан да дұрыс араласпауы да мүмкін. Бірақ біз бұны қазір ашайық. Ашып көрейік, қаншалықты араласты екен. Әжептәуір араласты. Мінекей. Енді осы дайын болған дәрі. Қазір дәмін татып көрейік. Қасықпен жай ғана дәмін татып көрейік. Қандай болды екен? Имбир мен лимонның жұпар иісі ұрып тұр. Мінекей. Бір келді. Жаңағы ненің имбирдің қабығынан ештеме де жоқ, көрдіңіздер ме? Араласқан кезде барлығы бір келгі неге айналады. Дегенмен бұның балын жақсылап араластыру үшін кәсіпкеңірек ыдысқа салып, жартылық банкіге салып, бұны әбден араластырып, аузын жауып қоямыз. Әрбір шай ішкенде кішкене ыдысқа салып қойып, осы жаңағы имбир, лимон, таза бал қосылған осындай тағамды күнделікті дастарханымыздан түсірмей ішіп жүрсек, мынау қазіргі кездегі індетке де өте үлкен сауабы болар еді. Бұл көздің көруін де жақсартады. Өйткені біздің көз алмасында да бұлай тігінен тұрған, көлденеңнен тұрған жаңағы әртүрлі тамырлар бар, оны өздеріңіз білесіздер. Көз алмасын қаптаған ет бар, жұқа. Сол еттің арасында майда тамырлар бар, капиллярлар. Сол тамырлардың да ішін тазартады, көздің көруі жақсарады. Одан кейін мынау тыныс алу жағымыз. Тыныс алған кезде мұнда да көптеген жаңағы мәселелер, проблемалар болып жатады. Тыныс алу да жақсарады, көздің көруі, мына шаштың жаңағы түріндегі фолликулаларының нығаюына да жақсы көп себептерін береді. Айтып отырмын ғой, мынау башайымыздан бастап төбемізге дейінгі барлық аурулардың алдын алады, және егер ауырған, кез келген жеріңіз ауырған болса, соны жеңілдетеді, соны жазылуына үлкен көмек себепші болады. Ал енді видео ұнап жатса, тіркеліп, жаңағы лайк басып, ал сіздер қандай осы имбирді қолданып дәрумен жасайсыздар, лимонды қалай пайдаланасыздар, бұған қосымша тағы маған қандай кеңестер бергілеріңіз келеді, соларды айтып бөлісіп отырсаңыздар тіптен жақсы болады. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де талай сіздермен бірге көптеген осындай өзімнің білетін кеңестермен сіздермен ылғи да бөлісіп жүремін.